Шынба өтірік пе? Алаяқтар рәсімдегі несиені қазақстандықтар төлеуі тиіс пе? Бас прокуратура дерегінше, биылғы алғашқы жартыжылдықта елімізде 14 мыңнан астам интернет алаяқтық тіркелген. Шығын сомасы 6 миллиард теңгеден асқанымен, оның 4-тен 1 бөлігі ғана қайтарылған. Қазір алаяқтықтың мұндайда түрі жиілеп барады. Әлеуметтік желілерде несиені алаяқтар рәсімдесе де, төлеу өзіңе міндетті деген хабарламалар тарап жүр. Бұл ақпарат шындыққа толық сәйкес келмейді. Сонымен несиені алаяқтар рәсімдесе, қарызды кім өтейді? Түсіндіріп көрейік. Стоп Пирамида.kz жобасының жетекшісі заңгер Нұркен Шардарбековтың айтуынша, алаяқтар көп жағдайда мемлекеттік орган қызметкері ретінде танысып, азаматтарды несие рәсімдеп, қаржы аударуға итермелейді. Алаяққа алданған азамат полицияға жүгініп, жәбірленуші деп танылса, онда 6 айға дейін несие демалысын алуына болады. Ал егер несие азаматтың келісімсіз, яғни оның атына рұқсатсыз рәсімделген болса, жауапкершілік оны рәсімдеген қаржы ұйымына жүктеледі. Банк кінәсі дәлелденсе, кредитор 3 жұмыс күн ішінде қарызды жоюға, кредит тарихын түзетуге және қаражатты қайтаруға міндетті. Егер банк немесе микроқаржы ұйымы белгіленген тәртіпті орындамаса, жәбірленуші e-өтініш порталы арқылы агенттікке шағым беруіне болады. Кей жағдайларда сотқа дейін қарызды жоюға болады. Мысалы, онлайн несие рәсімдеу кезінде биометриялық сәйкестендіру жүргізілмесе, жас шектеуі бұзылса, несие сомасы немесе тәуліктік лимиттен асып кетсе, алаяқтар рәсімдеген несиені төлеуі міндетті емес. Егер сіздің атыңызға несие заңсыз рәсімделгені дәлелденсе, бірақ сіз өз еркіңізбен несие алып, ақшаны алдаушыларға берсеңіз, қарызды өтеу өз мойныңызда қалады.